Баршаңызға қайырлы күн. Осындай ерекше тойымды әрі дәмді болып шығатын Орео пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен тестісін дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы 82,5 жұп-жұмсақ сары майға қант ұнтағын салып араластырамыз. Бөлме температурасында С1 категориялы жұмыртқамызды тестімізға саламыз. Араластырамыз. Қамыр қопсытқышымызда какао, жүгері крахмалын және ұнды салып, қолымызбен біркелкі тесто илейміз. Жұп-жұмсақ тестіміз дайын болды. Тестінің азғантай бір бөлігін салафанға салып, мұздатқышқа салып қоямыз. 26 диаметрлі формамызға пергамент қағазын төсеп, шет-шетіне майды жағып, тестімізді бортиктерін шығарып, жайып аламыз. Енді салмамызды дайындайтын боламыз. Сүзбеге қантты, жұмыртқаны, және 20% қаймақты қосып, блендермен араластырамыз. Мінекей салмамыз дайын. Енді Орео печеньясын блендермен немесе оқтаумен ұсақтап осылай уатып аламыз. Ұсақталған печеньямызды салмамызға салып араластырамыз. Дайын болған салмамызды тестімізға құямыз. Бетін мұздатқыштан алынған тестімізбен үккіштен өткізіп қаптаймыз. Болғаннан соң 180 градуста 30-35 минут пешке салып пісіріп аламыз. Және де пирогымызды өз қалауымызша әрлейміз. Міне дайын болды біздің пирогымыз. Баршаңызға ас болсын.